Қайдан шықса, одан шықсын. Арман Шораев айтып тастады. Айтқанда да оңдырған жоқ. Депутаттарды бір отар қойға теңеді. Дегенмен біреу айтты екен деп халық қалаулыларының бәрін қойдың санатына қоса салудан аулақпыз. Бірақ Арман Шораев неге бұлай деді? Міне, неге кесет осы төңіректен ой тарқатып көргенді жөн деп тапты. Алдымен жұп тұяқты жануар туралы бірер сөз. Қой жарықтық қуыз мүйістілер тұқымдасына жатады. Алайда мүйісі қуыс болғанмен іші майлы, әрі тез көбейеді. Қоңды болса, тоқтылар жасына жетпей-ақ қашып кетеді. Қолаңсалы қошқарға тоқты күйдейді деген сөз содан қалса керек. Баяғы бір замандарда бабаларымыз байлықты қойдың санымен өлшеген. Одақтың тұсында еліміз кеңес әскерін қойдың етімен асырады. Қысқасы, қой қазақтың дәулеті. Шопан ата Түлігінің өзіне тән мінезі де бар. Қазақ айтады, қой үріккен жағына беттемейді. Қойға екі құлағынан басқаның бәрі жау. Рас, еті дәмді болғанмен аздап тормызда мал негізі. Серке бастап жүрмесе, ұйлығып өріске де шықпайды. Осыдан кейін болса керек, Қазекеңнің қойға қоңырау жараспас дей салғаны. Қазақстан барысының авторы Арман Шораев не дейді сонымен? Бүй дейді. Айғай шу митингтер тағы басқа неден пайда болады? Өйткені сол парламентте отырған депутаттарымыз бір отар бір қой сияқты. Үн жоқ, түн жоқ деген сияқты. Егер билік рұқсат берсе, біреуді сынайды, ал бұлай отыра береді деген сияқты. Енді ол халықтың қалаулылары ғой, халықтың атынан сол халықтың мұң-мұқтажын жеткізу керек қой билікке, айғайлатып тұрып деген сияқты, бір-бірімен төбелесіп, ұрысысып деген сияқты. Ондай жоқ өкінішке орай. Сондықтан біздің парламенттер жай бір қуыршақтар театры деп айтсам қателеспеймін. Негізі ой дұрыс. Қазақстанда шындыққа жету үшін міндетті түрде батырып айту керек. Ал батырып айтқан жерде не болады? Не болушы еді? Дау-дамай, ұрыс керіс болады. Өзіңіз білесіз, оның арты төбелес. Шораев айтпақшы, депутаттар ел қамын жеп, халықтың мұң-мұқтажын көтерем десе, мәселе толып жатыр. Сол үшін қызыл кеңірдек болып ұрысса да, қызыл шеке болып төбелессе де жарасар еді. Жоқ, өйтпейді. Өйтпейтін себебі барлығы бір үйдің балаларындай тату. Не иә, не жоқ деген нүктені жапа-тармағай басып отырады. Өзге түгілі бір-біріне де қарсы келмейді. Билік рұқсат бермесе, ешкімді сынамайды. Бұлайша айтқанда, серке бастамаса өріске шықпайды. Демек, Арман Шораев депутаттарды қойға теңегенде осыны ескерген шығар деп ойлаймыз. Бірақ, отар дегені не? Отар деген нені білдіреді? Біз мұны былай топшыладық. Қой көктемде төлдейді. Сөйтіп күзде бір отар қойдан шағын екі отар қой бөлініп шығады. Оның бірі сек қой, екіншісі тұсақ қой. Өзіңіз білесіз, біздің парламентте қос палаталы емес педі. Демек, Арман айтқан сөздің астары абайқын. Бір әт деген айы Арекең бір дүниені ұмытыпты. Өз айтады, президент ауысқанмен негізгі билік ел басында қалып қойды дейді. Солай енді. Ендеше ақыры қоймен салыстыру жасаған соң, қойшы көп болса, қой арам өлеттей салу керек еді. Қасым-Жомарт Тоқаев келе сала билік пен қоғам диалогын дамыту мақсатында ұлттық қоғамдық сенім кеңесін құрды. Сенім дегеннің не екенін ұмыта бастаған халық сенім деген сөзге кәдімгідей селтиіп қараған. Сол кеңестің құрылғанына да бір шама уақыт өтті. Құрамы да осал емес. Ел білетін Ораз Жандосов, Айдос Сарым, Расул Жұмалы, Жәнібек Қожық, Сейдахмет Құттықадам, Арман Шораев, тағы басқа кісілер осы кеңеске мүше. Мәжілісмендер Дәния Еспаева мен Жамбыл Ахметбеков те осы топтың жуан ортасында жүр.
Басқасын қайдам? Жамбыл Ахметбековті білесіз. Президенттік сайлауға бір емес, 2 рет түскен бұл кісі карате шебері. Енді қараңызшы, Арман Шораев парламенттен іздеп жүрген төбелес осы ұлттық кеңесте неге болмайды мысалы? Мәселен, Арекең ұлттық маңызы жоғары бір мәселе көтеріп, кеңесті 2-ге жарды дейік. Жәкең өзіне қарсы келгеннің 2-шеуін қақ маңдайдан теуіп, шалқасынан түсірсе болды ғой. Қызыл шеке төбелес деген сол емес пе? Әлде төбелес шығаруға татитын мәселе жоқ па? Біздіңше бар. Бір ғана мысал айтайық. Жан сауғалап Қытайдан қашып келген Қастер мен мұрагердің дауы нағыз ұлттық кеңес араласуы тиіс шаруа еді. Себебі осы даудың ар жағында Қытайдағы қалың қазақтың тағдыры тұр. Ал отарға бәрібір. Олар бір ауыздан Қытайға беру керек деді. Қоғам белсендісі, белгілі журналист Рысбек Сәрсенбай шыр-пыр болып 2 жігітті босатып алу үшін кепілге үйін қойды. Міне, осы тұста ұлттық кеңесте бір төбелес болуы тиіс еді ғой. Ұлттың мүддесі, халықтың тағдыры үшін болмаған төбелесте не қадір қасиет бар. Төбелесе білмейтін адамның ұлттық кеңесте жүруінің өзі дұрыс па? Осыдан кейін де шығар, қазір ел арасында Қазақстанда 3-ші отар пайда болды деген әңгіме шыға бастады. Бірақ бұл пікір әлі жалпы халықтық сипат алып үлгерген жоқ. Сондықтан биыл сенім кеңесінде әдемі бір төбелес боп қалатын шығар деп үміттенеміз. Өйтпеген жағдайда 3-ші отар туралы әңгіме жұрт санасына нық бекитін болады.